Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге торт тәрізді жасалған өте дәмді салаттың ерекше жасалу жолымен бөлісемін. Алда келе жатқан жаңа жылға міндетті түрде осы әдіс бойынша жасап көріңіз. Ең алдымен көкөністерді жуып тазалап, оларды қайнаған суда қайнатып пісіріп аламыз. Келесі кезекте піскен көкөністерді терканың ұсақ көзінен өткізіп аламыз. Достар, салаттың толық жасалу жолын видеоның астындағы описание бөліміне толық жазып қалдырдым. Балықты да сүйегінен ажыратып, ұсақтап, төртбұрыштап тураймыз. Осымен барлық ингредиенттер дайын. Келесі кезекте қайнатып алған қызылшаны алып, оны пышақпен ұсақтап тураймыз. Турап алынған қызылшаның бетіне 2 ас қасықтай майонез салып, оны блендермен үгітеміз. Достар, менің каналымда дәл осындай көптеген жеңіл рецепттер бар. Каналыма тіркеліп алыңыз. Қызылшаны үгітіп болғаннан кейін 100 грамм ыстық қайнап тұрған суға 10 граммдай желатин қосамыз. Менде желатиннің агар-агар деген, яғни халал түрі. Үккіштен өткізіп дайындап алған көкөністерді ең астына картопты саламыз, оның бетіне аздаған майонез жағамыз. Келесі кезекте ұсақтап дайындап турап алған селедканы саламыз. Әрбір қабаттың арасына аздаған майонез сеуіп отырамыз. Келесі кезекте алдын ала үккіштен өткізіп дайындап алған сәбізді салып, оны қасықпен бір тегісті етіп жайып шығамыз. Бетіне жұмыртқаны салып, жұмыртқаның бетіне де аздаған майонез салып, оны бір тегісті етіп лопаткамен жөндеп тегістеп аламыз. Ұсақтап алған қызылшаның үстіне желатин қосылған суды қосып, оны бір келкі болғанша араластырып аламыз. Кальцоны ыдыстан босатып алып, шет-шетін тегістеп, кальцоны жуып тазалап, оны қайта арасын ашып кигіземіз. Дайындап алған салаттың үстіне осы желатин қосылған қызылшаны салып, оны шет-шетіне тегістеп жайып аламыз. Енді ол қату үшін 3-4 сағатқа салқын жерге қойып қойдым. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы әдіс бойынша жасап көріңіз.